Айлин айнаға қарап тұрып, бетіндегі көгерген ізді опамен, шеберлікпен жасырып жатты. Бұл оның күнделікті рәсіміне айналған. Сырт көзге ол табысты блогер, бақытты әйел, мінсіз ана. Оның инстаграм парақшасындағы суреттерде үйі тап-тұйнақтай, гүлдер жайнап тұр, ал күйеуі Арман нағыз ханзада. Әңгімені бастамас бұрын қазақша арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырып кетулеріңізді сұраймыз. Бірақ сол кадрлардың артында не тұрғанын ешкім білмейді. Тіпті оның ең жақын құрбылары да. Бүгін Арманның туған күні. Кешкісін қонақтар келеді. Үй іші хош иіске толы. Үстел үстінде қымбат ыдыстар жарқырайды. Айлиннің қолы дірілдеп тұрса да, ол күлімсіреуді тоқтатпады. Себебі күлімсіреу оның жалғыз қорғанысы. Арман бөлмеге кіргенде ауадағы қысым бірден көтерілгендей болды. Ол қымбат костюм киген, сымбатты, зиялы көрінеді. Оны көшеде көрген адам не деген мәдениетті еркек деп таңғалар еді. Дайынсың ба? Деді Арман салқын дауыспен. Я, бәрі дайын, анау жерін дұрыстап жап, сәл көрініп тұр, деді ол Айлиннің жағын нұсқап. Адамдар бізді идеалды деп ойлау керек. Менің абыройыма нұқсан келтірсең, не болатынын білесің. Айлин үндеген жоқ. Оның ішінде бірдеңе шытынап сынғандай болды. Осыдан 3 жыл бұрын ол еркін, арманшыл қыз еді. Қазір ол алтын тордағы құс. Бірақ бұл тордың темірлері тым өткір еді. Қонақтар келе бастады. Күлкі, мақтау сөздер, тостар. Айлин, сенің жолың болды. Армандай азаматты қайдан таптың, деді Арманның әріптесінің әйелі тамсана. Сыйлықтары, қамқорлығы нағыз еркек қой, деді. Айлин бокалды қаттырақ қысты. Нағыз еркек кеше түнде оны шашынан сүйреп ас үйдегі еденге лақтырғанын. Себебі сорпаның тұзы сәл кем болғанын айтса, мына адамдар не істер екен? Олар сенер ме? Жоқ әлде өзіңнен де бар шығар деп кінәлай ма мені? Арманның достары оны иығынан қағып, сәттілігіммен құттықтап жатты. Арман бауырым, сенің әйелің нағыз асыл тас қой. Қалай осындай үлгілі отбасын сақтап отсыңдар, деді. Мас болған қонақтардың бірі. Арман Айлиннің белінен мақтап ұстап өзіне жақындатты. Бәрі махаббат пен өзара түсіністіктің арқасында, деді ол жылы жымиып. Оның бұл күлкісіне кез келген адам сенер еді. Тек Айлин ғана осы жылылықтың артындағы мұздай суық зұлымдықты сезіп тұрды. Ол бокалды қолына алып, жұрттың бәріне қарап күлімсіреді. Ол актриса. Ол осы қойылымның басты құрбаны. Кештегі думан қызып жатты. Айлин қонақтардың арасында жүріп, әрқайсына ілтипатпен қарап, қажет жерінде басын изеп, қажет жерінде сыпайы күліп жүрді. Бірақ оның ойы тым алыста еді. Ол 5 жыл бұрынғы өзін есіне алды. Ол кезде Айлин университеттің үздік студенті, еркін ойлы, болашағынан үлкен үміт күттіретін журналист болатын. Оның көздерінде от бар еді. Содан кейін оның өміріне Арман келді. Арманның махаббат хикаясы ертегідей басталған. Ол Айлинді гүлдермен көміп, оның әрбір қадамын аңдып, сені қатты қызғанам, себебі сені жоғалтудан қорқам деген сөздермен оны әлемнен оқшаулай бастады. Алғашқыда бұл нағыз қамқорлық болып көрінген. Арман оған жұмыс істеудің қажеті жоқ екенін айтқанда, Айлин мұны еркектік жауапкершілік деп қабылдады. Бірақ бұл психологиялық тордың алғашқы жіптері болатын. Сенің құрбыларың саған лайық емес, олар тек іші тар адамдар, дейтін Арман. Осылайша Айлиннің айналасындағы жақын адамдар біртіндеп жоғала бастады. Ол жалғыз қалды. Содан кейін алғашқы соққы болды. Ол соққы Айлиннің бетіне емес, оның рухына, дейді. Арман оны ештеңеге қабілетсізсің, менсіз сен ешкім емессің деп сендіре бастады. Есіңде ме, Айлин? Деді Арманның қарындасы Дина оны ойынан бөліп. Сен тұрмысқа шыққанда қандай бақытты едің? Қазір тым томаға тұйық болып кеткенсің. Әлде Арман сені қатты еркелетіп жіберді ме, деді. Айлин тамағына тығылған өксікті жұтып жіберді.
еркелеткені сонша денемде сау тамтық қалмады деп айтқысы келді, бірақ ол тек жоқ, жай ғана шаршаған шығармын, үй шаруасы, блог, бәріне үлгеру оңай емес деп жауап берді. Арман шетте тұрып оған қарап тұрды. Оның көз қарасы суық еді. Ол Айленнің Динамен не туралы сөйлесіп жатқанын білгісі келгендей тесіле қарады. Осыдан 2 сағат бұрын ол Айленнің телефонын тексеріп, оның анасына жазған «Мама мені алып кетші» деген хабарламасын оқып қойған болатын. Сол үшін Айленнің қабырғасы қазір қатты ауырып тұр еді. Бірақ ол ауырсынуды сезбеуге тырысты. Ол тек осы кештің тезірек біткенін қалады. Кенет Арман ортаға шығып жұрттың назарын аударды. Құрметті достар, бүгін менің туған күнім ғана емес, бүгін біздің Айлен екеуміздің одасқанымызға 5 жыл толып отыр. Мен оған арнап ерекше сыйлық дайындадым, деді ол, қолындағы кішкентай қорапты көрсетіп. Қонақтар «О!» деп шулап қоя берді. Ол қораптың ішінде өте қымбат гауһар тасты алқа жатыр еді. Арман Айленнің артына келіп, алқаны оның мойнына тақты. Оның саусақтары Айленнің мойнындағы нәзік теріге тигенде Айленнің денесі түршігіп кетті. Бұл алқа махаббаттың белгісі емес, бұл жаңа, қымбат шынжыр болатын. Қонақтар біртіндеп тарай бастады. Соңғы көлік ауладан шығып кеткенде үйдің ішіне ауыр, тұншықтырғыш тыныштық орнады. Бұл тыныштық Айлен үшін кез келген айқайдан да қорқынышты еді. Ол үстел үстіндегі бос бокалдарды жинауға кірісті. Қолы қолына жұқпай, жылдам қимылдап жүрді. Ол Арманның көзіне түспеуге, оның назарын аудартпауға тырысты. Бірақ Арман кетпеді. Ол қонақ бөлмесіндегі диванда отырып, Айленнің әрбір қимылын үнсіз бақылап отырды. «Анаңа неге жаздың?» Арманның дауысы бөлменің ішіндегі жаңғырып кетті. Ол орнынан ақырын тұрып Айленге жақындады. Айленнің қолындағы тәрелге еденге құлап, күл паршасы шықты. Шыны сынықтары жан-жаққа шашырап кетті. Мен жай ғана сағындым, Арман, көп болды көрмегелі, деді ол дауыстарлап. Сағындың ба, әлде қашып кеткің келді ме? Арман оның жағынан шап беріп ұстады. Мен саған бәрін бердім. Осы үй, үстіндегі қымбат киім, мойындағы алқа. Сені ешкім танымайтын журналист қыздан қоғамның еркесіне айналдырдым. Ал сен маған қалай алғыс айттың? Мен алып кетші дейсің бе? Сені кім құтқарады деп ойлайсың? Маман ба? Ол сенің бұл үйден кеткеніңді қалайды деп ойлайсың ба? Ол үшін сенің осындай бай үйде тұрғаның мақтаныш. Арманның сөздері улы жебере дейді. Айлен оның рас екенін іштей білетін. Өткен жолы анасына сәл ишара жасағанда ол шыда балам. Еркек болған соң ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды. Басты жағдайың жақсы, балаларың аш емес деген еді. Қоғамның сабырлы әйел, салиқалы әйел деген қағидасы Айленді тірідей көміп жатқандай болды. Сен мені өзіңнің меншігің сияқты көресің, деді Айлен кенет батылданып. Мен адаммын, Арман, менің де сезімім бар. Мен бұдан бұлай өмір сүргім келмейді, деді. Арманның көздері қанталап кетті. Ол мұндай қарсылықты күтпеген еді. Ол Айленді итеріп жіберді. Айлен едендегі шыны сынықтарының үстіне құлады. Қолынан қан аға басады, бірақ ол ауырсынуды сезбеді. Оның ішіндегі қорқыныш кенеттен ашуға ұласты. Кет, деп айғайлады Айлен. Кетші менен, сен құбыжықсың. Арман мысқылдап күлді. Мен ба? Жоқ, Айлен, сен қателесесің. Ертең сенің парақшаңа мына қан жоса болып отырған суретін салсаң да ешкім саған сенбейді. Олар Айленнің жүйке сыр беріпті. Өзі кінәлі шығар дейді. Себебі мен Арманмын, ал сен менің көлеңкемсің. Ол бөлмеден шығып бара жатып есікті сыртынан кілттеп кетті. Айлен қараңғыда қан мен шыны сынықтарының арасында жалғыз қалды. Оның қолында тек бір ғана нәрсе қалды. Алжапқышының қалтасына жасырған, экраны шатынаған телефоны. Осымен әңгімеміздің бірінші бөлімін аяқтаймыз. Сіздермен болған өмірден алынған арнасы. Шынымен бұндай оқиғалар өмірімізде өте көп кездеседі. Бұл өмірде болған оқиға. Парақшаға тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырып кетулеріңізді сұраймыз.